эссе, бұл жалпы прозалық жанрлар болғандықтан, эссе сол прозалық жанрдың нақты қысқаша, мысалы француз тілінен алғанда очерк, новай деген мағынаны білдіреді. Ал енді поэзия ол жаңағы поэзия дейтін болса, бірінші мысалы есімізге мұқағали түседі, тұманбай түседі. Сол сияқты енді сіздер қабылдауыңызға сіздерге Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған кейінгі біздің Қанат Бәкір ағамыздың өзінің әні термесі соқырға таяп ұстатқан, яғни Қанат Бәкір бұны Мұқағали Мақатаевтың сөзінде жалпы жанарсыз адам келеді деген тақырыпта болған, бірақ Қанат Бәкір өз соқырға таяп ұстатқан деп өзгертіп жасаған екен. Сасы жұмыр қолға қомсарып алып келеді, толайын мына тірлікке тобылғы тая деді. Толғанып жүргендей баққан тобылғы таяқ тіл бітсе, алдыңда ұрғар аяуым бері жүр деді. Толғанып жүргендей баққан тобылғы таяқ тіл бітсе, алдыңда ұрғар аяуым көктемді көрінбей нұр тұр себелеп, топ қыздар өтіп барадай топтанып ұшқан көбелек. Жанарсыз адам келеді, аттайды алмай жақсылап, тозығы жеткен тас жолдай тобылғы менен шегелеп. Жанарсыз адам келеді, аттайды алмай жақсылап, тозығы жеткен тас жолдай тобылғы менен шегелеп, тобылғы менен шегелеп. Іздейді көзін басынан, іздейді көзін қолынан, іздейді көзін аяқтан, іздейді көзін таяқтан. Жанарсыз адам келеді, жанарлы бейтан тірлікте